Баршаңызға қайырлы күн. Мені арнама қош келдіңіздер. Менің есім Ляззат. Біз бүгін қазақ десе бірден еске түсетін, яғни қазы қарта қазы жасайтын боламыз. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін маған жылқының еті қажет. Осындай майлы да семіз еті қазыға ерекше дәм береді. Мен сарымсақтарды алдын ала үккіштен өткізіп дайындап алдым. Оған тұз бен бұрышымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Одан соң еттерімізді алып, осындай кішкене бөліктерге бөле отырып, маринадтайтын боламыз. Барлығына осылай жаға отырып, жан-жағына барлығын осылайша қойып шығамыз. Одан соң барлығына жағып болғаннан кейін, маринадтап болғаннан кейін 2 сағатқа қоятын боламыз. Бірден қазы жасай берулеріңізге болады, бірақ 2 сағаттай қойсаңыз, ол одан сайын сіңіп, біздің қазымыздың дәмді болуына септігін тигізеді. Мінекей достар, біз маринадтап болдық, енді 2 сағатқа қоятын боламыз. Ал мінекей достар, біз 2 сағатымыз өтті. Енді мен оған дейін жуып тазалап алған ішегімізге етімізді тығып қазы жасайтын боламыз. Баклажканың жоғарғы бөлігін қиып етті енгізуге ыңғай жасасаңыздар да болады, бірақ мен қолмен ақ енгізе бердім. Май мен етті араластыра отырып, осылайша өте дәмді қазы жасайтын боламыз. Дастарханның көркін ашар осындай қазыны сіздер де үйде осындай өте оңай әдіспен дайындасаңыздар болады. Дүкеннен сатып алғаннан да өте дәмдірек болатыны анық. Біздің қазақ халқының дастарханынан түспейтін тағамдардың бірі, өте дәмді. Мінекей осылайша тез-тез қазымызды дайындайтын боламыз. Достар, мені арнама тіркеліңіздер. Және де қоңыраушаны басып кетіңіздер. Егер де қоңыраушаны басатын болсаңыздар, мені арнамдағы жаңа рецепттер сіздерге көрінетін болады. Қазының 2 шетін осылайша тігіп аламыз. Байлауларыңызға да болады. Мен 2 түрлі әдіспен байладым, яғни бірінші бөлігінде 2 жағын бірдей тігіп, ашылмастай еттім, одан соң байладым. Мінекей біздің барлық қазымыз дайын болды. Енді біз қазымызды кептіріп сүрлейтін боламыз. Мінекей осындай әдемі қазыларды мен қонаққа арнайы дайындадым. Достар, мені арнамды жібермей қарап тұрыңыздар, әрқашанда қолдау білдіріңіздер. Ал мен қалған етімді осылайша маринадтап, асуға дайындап қойдым. Өте дәмді болары анық. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.